Қайырлы күн аға. Сабағыңызға кедергі жасап жіберген жоқпыз ба? Бәрі дұрыс. Қош келдіңіз. Сіздің шығармашылығыңыздағы соңғы жаңалықтың бірі Бауыржан Момышұлы атындағы патриоттық әндер байқауында үлкен марапатқа ие болдыңыз. Енді осыны өзіңіз толығырақ айта кетсеңіз. Бәрекелді. Енді Отан соғысының 70 жылы. Сол 70 жылда өздеріңіз білесіз, Бауыржан ағаларымыз бізге сосын күнге алып келген сондай ағалардың біреуі болады. Соған арналған патриоттық әндер байқау конкурсы болды. Мен өзімнің сол Алаштың жас балапан ұланымыз деген сол ән білен біраз орын алдық. Сол енді айта тұрғаным сол балаларға қазір деген патриоттық тәрбие беру қалып барды, қазір көтеріліп жатыр. Сонаған біреу осындай конкурслар болса, мен ойлаймын, жақсы жол болады. Республика бойынша біз 3-ші орын алдық. Енді бұл әзгіне уақыт, мен өздеріңізге білесіз, мен баяғы бұрынғы Ибрагим Успаев атындағы мектепте істедім. Бұл мектепке келгеніме мен әлі 1-2 ай ғана болды. Сондықтан уақыт азақ болды, балаларны дайындаймыз. Келесі ойымыз 1-ші орыннан кетпейміз деп сол бағамыз. Шығармашылығыңызбен ұстаздықты қатар алып келе жатырсыз. Қайсысы жаныңызға жақын? Болмаса бір-біріне кедергісі бар ма? Инструменталды музыканы мен 5 жасымнан ойнай бастадым. Кішкентай гармон деп. Себепші менің атам болды. Сол енді қазір сіз айтасыз, мынау шығарма ұстаздық пен музыка жағын қандай ән жазады? Балаларға жаза тұрған ән болса, ұстаз болу керек. Ең бірінші. Неге дейсің, балаларының психологиясын білу керек. Диапазон біле керек. Әнге ол әр немені болса соны айтуға болмайды. Өзіңіз білесіз, Қазақстанда ең атақлы композитор болды Ибрагим ағамыз Нұсыпбаев. Сол ағамыз білен мен көп жылдар бірге істедім. Сол ағамыз білен үлкен хорлар жасадық. Хорны ол бүкіл әлі правительство концерттеріміз сол уақытта орындағымыз ағамыз білен. Ол белгілі, аның шәкірттері өздеріңіз білесіз, Әсет ағамыз бесеу, да басқа халық артистлары да бар. Сондықтан ағамыздың арқасында мен де сол ақырып жаза басып, аның мен энергиясы сіңіп кеткен де сол. Ең бірінші менің әндерім тұсауын кесіп, әлігі жол қойған емес, Тұманбай ағамыз білен Мұзафар ағамыз, екеуі марқұм Тұманбай ағамыз кетіп қалды бұл дүниеде, бірақ Мұзафар ағамыз аман есен. Әлі күнге шейін біз ән жазамыз. Мұзафар ағамыз білен менің жазған, мен 200-ден артық ән жаздым. Соның енді бір 60-70% деміз Мұзафар ағамыздың сөзіне жазылған. Әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ, Мәдина Ералиева, Мақпал Жүнісова секілді өнер иелерінің ұстазысыз. Әндеріңізді көптеген танымал әншілер орындайды. Өзіңіз танымалдылық дегенге қалай қарайсыз? Мен өзімді танымал деп айтмаймын. Халық көзі бірде алай, бірде бұлай айталар ғой. Но мен енді бұлай Аллаға шүкір, мен ризамын халқымда, екі халықтың ортасында жүрейін. Сайлаубай жазған сөзі: Астана менен Қазаным, тарқалмасын базарын, мәңгі болсын достығың, татарым білен қазағым деп. Қазақ пен татар халқының ортасында ғасырларды жалғап келе жатқан мәдени, рухани байланыстар бар. Сол байланыстың бүгінгі күні деңгейі қандай? Дінімізді, тілімізді жақын, мәдениетті бәрі. Енді мына айтсақ, мына домбыра дейміз. Домбыра қазақта татарларда бұрынғы болған домбыра. Толған. Қазір бәрін көтеріп жатыр. Анау архивні көтеріп жатырлар. Бірақ енді анау гармонға бәрі салынып, домбыраны тастағандар. Сол домбыраны да қайталып жатыр қазір. Қазір мынау Қазанда домбыра классы ашылды консерваторияда. Менің даже мынау немерем домбыра тартып Москвада оқуға түсті. Мынау актерский оқып жатыр. Мәдени орталығында біз енді өзіміздің енді татар тілін өзі ана тілін үйренеді. Бірақ енді біз қазір туған жеріміз Қазақстан государственный тіл. Ол қазақ тілінде үйреніп, енді қазақ тілі білен татар тілі жақын, бізге анша қиындау емес. Бірақ мағынасыгіне болмаса, бұлай бәрісі жақын. Өзіңіз 200-ден аса шығарманың авторысыз. Соңғы уақытта қандай жаңа туынды өмірге келді? Инструментальный музыкаға біраз көңіл салып жатырмын. Әндер өзінше, енді инструменталь өзінше. Бірақ былтыр мынау
жаңы президент, Татарстанның президентін шақыру бойынша мен универсиадаға қатыстым. Сонда жазған бір шығармалар бар. Музыкалық сурет деген соны орындап беріп. Бәрекелді, сізге қонақ кәдеңізге, әңгімеңізге үлкен рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті көрермен, Таңшолпанда қонақта болған ұстаз композитор, қазақ елі мен татар елінің еңбек сіңірген қайраткері Ғалымжан Тәмендаров. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.